Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін қазақ тілі мен әдебиеті сабағы 5-ші сынып 11-12 сабақ тақырыбы уа еркіндік, сенсің менің ең ғажайып өлеңім. 40-43 беттер. Ақпанның 15-і тақырыбы уа еркіндік, сенсің менің ең ғажайып өлеңім. О, свобода, ты моя самая чудесная песня. Мақсаты ақынның тәуелсіздік өлеңін мәнерлеп оқиды. Өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтар қояды. 15 февраля. Тема урока «О, свобода, ты моя самая чудесная песня». Цель урока – выразительно читает стихотворение поэта и должны задавать вопросы по прочитанным стихотворениям. Сөздік жұмысы – словарная работа по новой теме. Шерм – горе, өзек – стержень, бодан – подчиняться, бғаулану – быть зависимым, алшамбасу – ходить уверенным, енсе – тело, құрсау – ограждение, боздак – жертва молодежи. Мәтін алды жұмыс, бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Предтекстовая работа, первая тапсырма, ответьте на данные вопросы. Еркіндік деген не? Что такое свобода? Еркін өмір сүру дегенді қалай түсінесің? Как ты понимаешь жить свободно? Қазір біз еркіндікте өмір сүріп жатырмыз ба? Сегодняшний день мы живем свободно. Сен тәуелсіз елде еркін өмір сүріп жатырсың ба? Ты свободно живешь ли в независимом государстве? Үшінші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Третье тапсырма читайте текст и понять содержание. Тәуелсіздік монументі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 5 жылдығына орай Алматы қаласында орнатылған сәулет және мүсін өнерінің ескерткіші. Монумент независимости – это памятник, который был поставлен к 5-летию независимого государства Республики Казахстан в городе Алматы. 1995 жылы 13 шілде күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Алматы қаласында тәуелсіздік монументін орнату туралы қаулы қабылдады. В 1995 году 13 июля президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал указ о монументе независимости. Тәуелсіздік монументінің авторы тобының жетекшісі Шотаман Ыдырысұлы Уәлихан. Автор монумента независимости является Шотаман Ыдырысұлы Уәлихан. Дескриптор мәтінді түсініп оқиды 4 балл. Дескриптор читает текст и понимает содержание 4 балла. Төртінші тапсырма өлеңді мәнерлеп оқы, түсінгеніңді айт. Четвертое тапсырма
Читайте стихотворение с выражением и говорите, что вы поняли. Дескриптор өлеңді мәнерлеп оқиды, түсінгенін айта алады. 6 балл. Дескриптор читает стихотворение с выражением и могут говорить содержание стихотворения. 6 баллов. Тәуелсіздік. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда, өзегімде жоқ шермің, кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық басқелдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің, уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба, алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадіріңде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езге күнге тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалын атып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалдыма, 86 ерлігім бе ең соңғы, уа еркіндік, құның немен өлшенді. Сені көксеп боздақтарым өлсе өлді, сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі, әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Автор Қалқаман Сарин. Давайте, ребята, стихотворение слушаем на русском языке. Свобода моя, святая моя, ценность моя, когда ты рядом, в моем сердце нет горя. Вчера мы мечтали о тебе, когда твоя свобода была зависима от другой стране. Сломали головы предков и пролили слезы матери. О, свобода, добро пожаловать в обществе, где горит мое сердце. Стану ли я чужим в собственном доме? Если наш народ не может ходить с уверенностью, свобода не имеет никакой ценности. Чем сложнее до тебя добраться, тем сложнее не отставать. Каждое мгновение, данное Богу, свобода доверена мне, тебе и ему. Я не мог ввязываться в политику, моя гордость была втоптана. В декабре моя юность была подожжена, и железное общество, находившееся в главе, пошатнулось. Героизм 86-го года, твой последний подвиг, помните ли славу молодых? О, свобода, как измеряется твоя ценность! О, свобода, как измеряется твоя ценность! Скучая по тебе, были пожертвованы молодые. Ты моя самая чудесная, самая солнечная, самая сладкая, самая грустная песня. Каждое утро
В моей Богом данной размеренной жизни я буду безмерно благодарен всем. Автор Қалқаман Сарин. Рефлексия. Жаңа тақырып бойынша алған білімдерін оқушылар осы смайлик бойынша анықтап шығады. Рефлексия. Каждый ученик должен определить уровень знаний по новым темам по этим смайликам. Осымен құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сегодняшний наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайк и пишите комментарий. Сау болыңыздар. До свидания.